10 сынып география пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау. Оқушылар, бүгінгі сабақта ақпараттық коммуникациялық технологиялардың графикалық редакторлары ұғымын біледі және түрлерін ажырата алады. Графикалық редактор ұғымы деген не? Графикалық редактор компьютердің көмегімен графикалық бейне түріндегі суреттерді салуға және оларды өңдеуге арналған арнайы бағыттағы бағдарлама. Қазіргі кезде растрлық, яғни нүктелік және векторлық деп аталатын графикалық редактордың екі түрі белгілі. Нүктелік графикалық редакторларда кез келген сурет пиксельдер деп аталатын нүктелерден тұратын кішкене бейнелер, мозаикалар арқылы салынады. Ал нүктелердің әрқайсысы түрлі түске боялады. Енді компьютерлік графика. Компьютерлік графика модельдер мен олардың кескіндерін EM көмегімен дайындау, сақтау және өңдеуді зерттеуге бағытталған ғылым. Яғни компьютерде әртүрлі кескіндерді, суреттерде сызбаларды, мультипликацияларды алу мәселесімен айналысатын информатика бөлімі. Енді компьютерлік графиканың қандай түрлері бар? Растрлық, векторлық, фрактальдық. Растрлық графика дайын бейнелерді өңдеу үшін және интернетте қолданылады. Векторлық графика көбінесе жаңа бейнелерді жасау үшін, ал кейбір жағдайларда оларды өңдеу үшін қолданылады. Фракталдық графика математикалық есептеулер жолымен бағдарламада құрудан тұрады. Осы растрлық, векторлық графиканың түрлерін география сабақтарында географиялық деректерді визуализациялауда қолданылады. Графикалық редактор, растрлық редакторлар, векторлық графикалық редакторлар көмегімен жүргізіледі. Векторлық графика деген не? Векторлық графика деп сызық, доға, шеңбер, тікбұрыштар түріндегі геометриялық объектілер жиынтығынан тұратын суреттерді айтады. Базалық элементі сызық. Енді векторлық графиканың қандай артықшылығы мен кемшіліктері бар? Векторлық графиканың артықшылығы өзгерткенде сапасы жоғалмайды, шексіз үлкейтуге болады. Кемшілігі суретті нүктелермен кескіндегендей дәл бере алмайды. Растрлық графика, растр деген ағылшынша растер, кескіндердің жол және баған бойынша реттелген нүктелердің, яғни пиксельдердің екі өлшемді массив түрінде көрсетілуі. Растрлық кескін дегеніміз түрлі түсті нүктелердің, яғни пиксельдердің жиынтығы. Олардың саны бейненің өлшемі мен шешімі арқылы анықталады. Растрлық графикада кескіндер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады. Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне, тігінен және
көлденең орналасқан пиксельдердің санына және әр пиксельдің бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады. Енді растрлы графикалық редакторлар, векторлы графикалық редакторлар берілген. Мына сурет картада. Растрлық бейнелер мұнда түрлі түсті жекелеген нүктелердің, пиксельдердің жиынтығынан тұратын бейнелер болып табылады. Растрлық бейнелер мультимедиалық және графикалық өнімдерді жасап шығару үшін жиі қолданылады. Енді екінші сурет картадағы векторлы графикалық бейнелер, яғни редакторлардағы векторлық бейнелер математикалық формулалармен сипатталып, түрлі геометриялық бейнелер, яғни нүкте, сызық және көп бұрышта көмегімен салынатын бейнелер жиынтығынан құралады. Мұнда сызықтар пішіні жуандығы, түсі және типі бойынша тұтас немесе үзік сызықтар болып ажыратылады. Векторлық бейнелер жекелеген элементтері, сызықтары немесе тұтас пішіні бойынша ажыратылатын бейнелер жиынтығынан құралады. Олардың әрбір элементін жекелей түрлендіруге және масштабын өзгертуге мүмкіндік беретін әдістер қолданылады. Яғни мұнда түрлі түсті бояулар, сол сияқты үзік-үзік сызықтар және шекаралардың сызықтары арқылы векторлық бейнелер жекелеген элементтерден ажыратылады екен осылай. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, географиялық деректерді визуализациялау, компьютерлік технология көмегімен, цифрлық ақпараттар, физикалық құбылыстарды байқау, бақылау және талдау үшін қолайлы сипатта берудің ең қажетті және тиімді әдіс тәсілдерінің жиынтығы екен. Визуализациялау үшін түрлі әдістер қолданылады. Мысалы, 2G және 3G өлшемді бедерлі карталар, цифрлық анимациялар, көлемді бейнелер, диаграммалар жасауда кеңінен қолданылады. Енді бүгінгі сабақты бекіту. Кім жылдам сұрақ-жауап әдісі бойынша бірінші графикалық редактор ұғымына түсінік бер. Екінші, векторлық графика мен растрлық графиканың айырмашылықтары қандай? Тапсырма. 2016 жылғы 1 қаңтардағы статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша Excel бағдарламасында әр облыстағы халықтың ұлттық құрамы туралы мәліметтер бойынша шеңберлі диаграммалар құрастыр. Құрастырған диаграммаларды PowerPoint сияқты қарапайым графикалық редакторларында Қазақстанның кескін картаға орналастыр. Енді осы сабақ бойынша кері байланыс. Жетістік баспалдағы деп аталады. Жақсы түсіндім. Сұрағым бар. Мүлдем түсінбедім. Кері байланыс орнатасыңдар. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Завершить деп алсам ба? Выйти из конференции. Мынаны алсам ба? Осыны? Выйти ме? Выйти диyoruz.